Алатау салаты сіздің кез келген мерекелік дастарханыңыздың сәнін ашады, ал дәмін татып көрген адам ғана біледі. Бұл жерде ысталған шұжықты пайдаландым, немесе қазыны қолдансаңыздар да болады. Кішкене ірілеу етіп, яғни 3-4 бөлікке бөлеміз. Осындай кішкентай тұздалған қиярларды бүтіндей салыңыз, немесе 2 бөлікке бөліңіз. Жұмыртқаны ұзынша етіп турайсыз, ал қызанақты осы видеодағыдай етіп, кішкене ірілеу етіп, көзге көрінетіндей етіп турау керек. Салат жапырағында кесіп аламыз, және чейчил сырын осылай ұзынша етіп қолмен үзіп шығасыздар. Бұл салатқа қарапайым сыр, консервідегі жүгері немесе жасыл бұршақ қосуға да болады. Барлық ингредиентті бір ыдысқа жинап, тұз бен майонезді қосып, жақсылап араластырамыз, бірақ қатты мыжып жібермеңіздер, өте жеңіл араластыру керек. Құрамы жеңіл, дайындалуы оңай. Сіздерге де бұл салатты дайындауға кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Міне тарелкамызға салғаннан кейін ең төбесіне